Сәлеметсіздер ме? Мен каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. Осы каналда мен сіздерге зейнетақы бойынша ақпараттармен бөлісіп отырамын. Бүгінгі видеода көп балалы аналардың зейнетақысы неге аз? Соның себептерін айта кетейін. Көп балалы ана ретінде 53 жасында бала санымен зейнетке шығады. Және зейнетақын қандай түрін алады, қандай еңбек өтілі қажет, неге аз шығады деген сұрақтарды талқылайық. Көп балалы ана ретінде зейнетке шығу үшін кемінде 5 бала болуы қажет және ең кішісінің жасы 8-ге толуы керек. Көп балалы ана зейнетке шыққан кезде зейнетақын тек бір түрін ғана алады, яғни ынтымақты зейнетақын. Ынтымақты зейнетақы дегеніміз 1998 жылдың 1 қаңтарына дейінгі еңбек өтілі және кез келген қатардан тұрған 3 жылдық табыстың көбейтіндісіне тең болатын зейнетақы түрі болып табылады. Бұл госбюджеттен беріледі және өмірдің соңына шейін төленетін зейнетақы болып табылады. Көп балалы аналардың зейнетақысы соңғы кезде өте аз шығуда. Оның 3 себебі бар. Біріншісі еңбек өтілі аз болғандықтан, екінші себеп балалардың арасы жақын болған жағдайда. Әр балаға негізі 3 жылдық еңбек өтілі береді, егерде арасы да 3 жыл болған жағдайда. Ал егерде аралары 1 жыл болса, тек 1 жыл ғана еңбек өтілі есепке алынады. Және үшінші себеп 36 айлық табыс мөлшері болмайды немесе мүлдем аз болғандықтан, осы көп балалы аналардың зейнетақысы қазіргі кезде өте төмен деңгейде шығуда. Мысал ретінде біз көп балалы ананы алайық, яғни ол кісінің 5 баласы бар делік. Бірінші баласы Мақсат 92 жылы туылған, екінші баласы 93 жылы туылған, үшінші баласы 97 жылы туылған, ал төртінші баласы 2006 жылы туылған және бесінші баласы 2012 жылы туылған деп мысалға алсақ, бірінші баласы, яғни бірінші баласы мен екінші баласының аралығы бар жоғы 1 жыл 4 ай 1 күнді құрайды. Яғни еңбек өтілі ретінде 1 жыл 4 ай есепке алынады. Келесі екінші баласы толық 3 жыл береді, ал үшінші баласы бар жоғы 10 ай 15 күн еңбек өтілі береді. Енді қалған балдары, яғни 2006 жылы, 12 жылы туған балалар, ол базалық зейнетақы үшін қажет болады, яғни жасы бойынша зейнетке шыққан кезде есепке алынады. Жаңағы көп балалы ананың 98 жылға дейін еңбек өтілі де бар деп алайық. Яғни ол кісі 89 жылдан 90 жылдар аралығында цехта жұмыс жасаған, ал 91 жылдан 95 жылдар аралығында магазинде жұмыс жасаған деп алсақ, оның осы жұмыспен қатар бала туған жылдары бірдей болып қалады. Сол себепті біз жұмысты немесе балдардың туған жылдарын таңдаймыз. Бұл кісіде жұмыс көбірек стаж бергендіктен қалғанын балдардың туған жылдары қосылады. Яғни тағы да бір көрсеткіш, бұл кісі 98 жылдан кейін еш жерде жұмыс істемеген, яғни 36 айлық табысы жоқ деп аламыз. Сол себепті есептеу кезінде бұл көрсеткішті минималды зейнетақы мөлшерімен есепке алынады. Енді осы көп балалы ананың еңбек өтілін және балдардың туған жылдарын есептеу арқылы ынтымақты зейнетақы үшін толық еңбек өтілі есептелінеді. Бұл кісі 89 жылдан 90 жылдар аралығында цехта жұмыс істеген, ол 1 жыл 10 ай 30 күн еңбек өтілін береді. Ал 91 жылдан 95 жылдар аралығында магазинде жұмыс істегені, ол 4 жыл 10 ай 14 күн еңбек өтілін береді. Қалған еңбек өтілін балдардың туған жылдары береді. Яғни бұл кісі 95 жыл жұмыстан шығады, 95 жылдан 96 жылдар аралығында бала күтімі бойынша үйде отырады, яғни баласы 6 ай 4 күн еңбек өтілін береді. Ал 97 жылы туған баласы бұл кісіге 98 жылдың 1 қаңтарына дейінгі уақытта бар жоғы 10 ай 15 күн еңбек өтілін береді. Барлығын қосқан кезде бұл көп балалы ананың бар жоғы 8 жыл еңбек өтілі ғана бар. Енді 8 жыл еңбек өтілі үшін қандай зейнетақы тағайындалатынын есептейік.
Ынтымақты зейнетақыны санау үшін біз жылдарды айға айналдырамыз, яғни 98 айды береді 8 жыл. 98-ді біз 240-қа бөлеміз. Неге 240-қа десеңіз, әйелдер үшін ынтымақты зейнетақы есептеуге 20 жыл максималды стаж болып есептелінеді. Яғни 20 жылды біз айға айналдырған кезде 240 ай шығады. 98-ді 240-қа бөлеміз және 60%-ға көбейтеміз. Сонда 24,5%-ды құрайды. Сол 24,5%-ды минималды зейнетақы мөлшеріне көбейтеміз. Яғни 2023 жылы минималды зейнетақы ретінде 53.076 теңге құрайды. Сонда бұл кісінің 8 жылдық еңбек өтілі үшін 13.004 теңге зейнетақы тағайындалады. Расында өте аз сума, ал егерде бұл кісінің 36 айлық табысы болған жағдайда бұл сума әлдеқайда жоғары болатын еді. Сол себепті көп балалы аналардың зейнетақы мөлшері аз шығуда. Себебі бұл кісілер зейнетақыны бір-ақ түрін алады және 36 айлық табысы жоқ болғандықтан төмен зейнетақы шығуда. Зейнетақы бойынша консультация беремін. WhatsApp нөмірімді қалдырып кетемін. WhatsApp нөміріме хабарласыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. Астына комментарий жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар.